Пойраз құда түсуге менімен барасың ба, деді полковникке. Ол келісті. Пойраз Садриддинге звондап, бүгін құда түсуге барамыз, ешкімге айтпаймыз, Айшегүлге тосын сый жасаймыз деді. Садриддин Сүңгілге келіп, кешкі асқа барамыз деп еді. Ол өлтірейін деп жүр деп қорқып жүрді. Невра үйімдағыларға соңғы уақытта жайсыз хабарлар естіп кездескім келді деді. Әуелі Шыңғыс, кейін Әзиз, енді Бәкір деп еді. Бір-біріңді танымайсыңдар деп ойладым деді Невра. Танымайды, арадағы байланысты мен ұстап тұрдым. Бірақ үш бірдей адамымыз өлтірілген соң бірігуді жөн көрдік деді біреуі. Мұны кім істеп жүргенін білмейміз, бұрын мұндай болған жоқ деп еді. Міне сол үшін келдім деді Невра. Демек кім істеген білесіз деді олар. Мені көзге ілмей жүрсіңдер, құрығым ұзын деп еді Невра. Тыңдап отырмыз деді олар. Барлығын жайып салады деп ойламайтын шығарсыңыздар. Бір шартым бар деп еді Невра. Тыңдауға дайынбыз деді. Бұл мәселені менің әдісіммен шешеміз. Сонда бәрің тыныш өмірлеріңді сүресіңдер деді Невра. Ал өтеуі не деп еді? Өтеуіне мен қайта іске оралам деді Невра. Бірақ талабым өзгереді, шетелдегі серіктестермен тек мен сөйлесем деді Невра. Сендермен жауласып жүрген адамдарды білемін. Бір ыммен оны жоқ қыла аламын деп шарт қойды. Келісеміз деді олар. Сүңгіл Фатихке келіп мені бүгін өлтіреді сенің кесіріңнен деп айқайлады. Жалтырбас пен Зұлпқар ауруханадағы жігітке келді. Мен таныдың ба, қызға не істедің деді Зұлпқар. Мен тек ақша керек болғасын істедім. Бюлент істетті деді. Ол неге істетті, ол кім деп қару тақап еді Зұлпқар. Білмеймін, тек біреумен телефонмен сөйлескенін естідім. Чынар, аты Чынар деді ол. Зұлпқар Мелтемге келіп бәрін айтты. Чынар істетті деп еді, ол адамды көргім келеді деді. Оны Мүнтәз ұстап отыр деп еді, Мүнтәзді аңдимыз деді Мелтем. Фатих Садриддин мен Сүңгілді мейрамханаға әкеле жатырды. Сүңгіл Садриддин өлтірейін деп жүр деп қорқып отырды. Пойраз Айшегүлге кешкі асқа барамыз деп алып шықты. Пойразға Айшегүлді айттыруға бара жатырмыз деді Садриддин Сүңгілге. Сүңгіл қуанып күліп отырды, көңілі орнына түсіп. Бахри мен Диспина мейрамханада кешкі ас ішіп отырды. Полковник келді. Олар қош келдіңіз деді. Сізді қандай жел айдап келді деп еді Бахри. Мен мұнда ізгі бір іске бола келдім деді. Сүңгіл мен Садриддин де келді. Бахри мен Диспина дым түсінбей отырды. Мелтем мен Зұлпқар қонақ үйге келді. Чынардың қай бөлмеде екенін білу үшін Зұлпқар өрт дабылын басып, Мелтем камераларды өшіруге кетті. Зұлпқар Чынарды көріп ұстап алып кетті. Пойраз Айшегүлді әкелді. Әкемдер мұнда не істеп жүр деп таң қалды Айшегүл. Мен де білмеймін деді Пойраз. Пойраз деп Бахри де таң қалды. Айшегүл, сендер мұнда неғып келдіңдер деп еді Диспина. Керісінше сендер мұнда неге жиналып қалғансыңдар деді Айшегүл. Отырайық деді Пойраз. Бахри түсінбей отыр. Жауһар мырза, не айтқыңыз келіп отыр деп еді. Балаларымыз бір-бірін сүйіп үйленуге шешім қабылдапты деп еді полковник. Қашан деді Айшегүл. Үлкендер сөйлесіп отыр ғой, араласпа деді Пойраз. Полковник Айшегүлді айттыруға келдік деді Бахриге. Ол келісімін берді. Бірақ Айшегүл, менің пікірімді неге сұрамайсыңдар деп ашуланды. Зеки Невраға звондап Чынардың қайда екенін анықтап едік. Ол жоқ болып шықты. Камералар істен шыққан деді Зеки. Чынарды кім алып кетті деп ашуланды Невра. Уайымдамаңыз, Чынарды табамыз деді Зеки. Чынар менің ең жанды жерім. Оны табыңдар деді Невра. Пойраздың соңына адамдарымды салдым деп еді Зеки. Ең болмаса сол істі дұрыстап атқарыңдар деді Невра. Алаңдамаңыз, басы қасында өзім боламын деді Зеки. Біреуің бересіңдер, біреуің аласыңдар, мен не затпын ба? Мен келіспеймін деп ашуланды Айшегүл. Сен түсінбеген сияқтысың. Пойраз сені менен сұрап жатқан жоқ. Менің ризашылығымды сұрап отыр деді Бахри. Онда жүзіктерді тағайық деді Пойраз. Тағайық деп жатыр еді Айшегүл. Сүңгіл, сендер қазір үйлене алмайсыңдар деді. Неге деп еді Айшегүл. Енді ғана ажырасты ғой, 300 күн өту керек деді Сүңгіл. Зекенің адамдары маскүнем Пойразды өлтіруге келді. Алдымен Пойразды, қалғандарын өз еркіңтеріңізде деді біреуі. Пойраздар жүзігін тағып атастырылып жатырды. Бәрі көңілді тұрды. Оларды құттықтап жатырды. Айшегүл Сүңгілді құшақтап тұрып, қашып кетпепсің ғой деп еді. Телефоны бұзылып қалыпты, суретті көрмепті деді Сүңгіл. Ана жынды тағы бір жібермесін деп еді Айшегүл. Мен де ойыма келмепті деді Сүңгіл. Пойразға Зұлпқар звондады. Қайдасың, тосын сыйым бар деді. Қазір ыңғайлы уақыт емес деп еді. Мелтем қасымда деді Зұлпқар. Онда сендер келіңдер.
мекен-жайды жіберемін деді Пойраз. Сабаш көңілсіз ішіп отырды. Ида келіп қиын кезде қасымда болдың, не болды айтасың ба деп еді. Ағам жайлы айтып едім ғой. Әке-шешем қайтқаннан кейін менің әке-шешем орнында болған. Оны өлтіріп, тірілей өртеп жіберген, деді Сабаш. Кім істеді деп еді Ида. Не істейсің, оны ажалына асыққан біреу, деді Сабаш. ДНК нәтижелері ертең шығады, деді Сабаш. Саған рахмет, сенімді, адал дос болдың, деді Ида. Адалдық сен үшін маңызды ма деп еді Сабаш. Әрине, басымнан өткен қанша жағдайдан кейін, деді Ида. Одан былай мені шын атыммен атай берсең болады, деді Сабаш. Қалай сонда, деді Ида. Мен саған өтірік айттым, менің атым Четен емес, Сабаш Береғұлы, деді. Ида ашуланып еді. Ашуланба, мен сені танымайтын едім, деді ол. Мен сені адал қамқор жан деп ойладым, деді де ашуланып кетіп қалды Ида. Зекидің адамдары, Зеки мырза қайда, кешігетін болдық, бұл шаруаны қазір бітіруіміз керек деп атайын деп тұрды. Енді кетейік, деді Бахри. Олар үйлеріне жиналды, шыға бастады деп олар атуға дайындалып жатырғанда Зұлпқар келді. Не болды, тосын сыйың қайда деп еді Пойраз. Маған қиянат жасаған мынау екен деп мелтем есікті ашты. Чынар отырды көлікте. Қалай сонда, деді Айшегүл. Шық сыртқа деп Зұлпқар Чынарды көліктен шығарып Пойразға әкеле жатырды. Мен ол кезде не істеп не қойғанымды білмедім деп еді Чынар. Қазір мен саған көрсетем, деді Пойраз. Оны ұрып жіберді. Мен саған не істедім деп жатыр еді Мелтем. Тоқтаңдар деп тоқтатты Бахри. Бұлар кімдер, деді Садриддин. Зекидің адамдарын көріп қалды. Сүңгіл, Айшегүл ішке кіріңдер деп олар қыздарды ішке кіргізіп жіберіп атысып жатырды. Бәрін атып амансыңдар ма деп жатыр еді Чынар, деді Айшегүл. Оны атып тастаған өліп жатырды. Зеки Невраға келді. Кел, айт. Пойраздың өлімін бүге-шүгесіне дейін білгім келеді, деді Невра. Зекидің көңілсіз тұрғанын көріп, не болды деп сұрады Невра. Невра ханым, операция біз ойлағандай болмады, деді Зеки. Не болды, қысқаша айт деп ашуланды Невра. Біз Пойразды аңдып тұрғанбыз. Шабуыл кезінде Бахри мен оның адамдары араласып кетті. Пойраздар құтылып кетті деп еді. Ақымақтар, мен енді оларға не деймін деп ашуланды. Сенің кесіріңнен қайтып оралу жоспарым іске аспай қалса, сені тірі қоймаймын деп айқайлады Зекиге. Сосын із қалдырдыңдар ма деп сұрады Невра. Негізі деп еді. Не деп айқайлады. Ештеңе, деді Зеки. Бәрін өртеңдер, әйтеуір Пойразды қолға түсіріңдер, деді Невра. Полиция келіп, Невра Сайгенер сіз бе? Ұлыңыз Чынар Сайгенер қарулы шабуыл кезінде қаза тапты, деді. Не деп түсінбей тұрды Невра. Шабуыл Бахри Оманға бағытталған деп ойлаймыз. Ұлыңыз оқтың ортасында қалған. Мәйітті тануға бізбен бірге баруыңыз керек, деді. Невра Сабашқа Бахридің суретін бергенін ойлап тұрды. Ыңғайы келгенде барамыз деп Зеки оларды алып шығып кетті. Менің кесірімнен деп жылап отырды Невра. Айшегүл, Невра естіді ме екен, енді тіпті есінен айырылады, деді. Ол бізді өлтіргісі келді. Біз ештеме істегемедік. Сенің еш кінәң жоқ, деді Пойраз. Невра мәйітті тануға келді. Мүнтаз да бірге келді. Бұл Чынар емес деп кетіп қалды Невра. Не, Чынар емес пе деп жақын келіп қарады Мүнтаз. Бұл Чынар ғой, деді Мүнтаз. Пойразға звондап, менің куәгерім сендер атысқан жерде не істеп жүр деп еді. Білмеймін, атастырылып жатқанымызды біліп келген шығар, деді Пойраз. Егер Чынардың өліміне сенің қатысың бар екенін білсем, көз жасыңа қарамаймын, деді Мүнтаз. Қойшы, Мүнтаз, қорқып кеттім ғой деп телефон тастай салды Пойраз. Пойраз кетіп бара жатыр еді. Қайда деп сұрады Айшегүл. Синанның ата-аналар жиналысы, соған барамын, деді. Мен де барамын деп еді Айшегүл. Өзім барам, отыра бер, деді де кетіп қалды. Сабаш Идаға келіп, сені ренжіткен келген жоқ, деді. ДНК нәтижелерін әкелді. ДНК нәтижесі ме, деді Ида. Ашып қарап, қызым деп қуанып Сабашты құшақтап алды. Ида кетіп бара жатыр еді. Қайда деп сұрады Сабаш. Қызымды алуға деп еді Ида. Бұл өте үлкен қателік болады, деді Сабаш. Сүңгіл жылап келді. Фатих, не болды деп еді. Садриддин ұрды, деді. Неге біліп қойды ма деп еді. Жоқ, бір ақмақтығым үшін, деді Сүңгіл. Мен қазір оны өлтіремін деп еді. Жоқ, білмеймін, не істеймін, маған су бересің бе, деді Сүңгіл. Ол жарайды деп кетіп қалғанда Сүңгіл телефонындағы суреттерді өшіріп тастады. Мен барайын деп кетіп қалды Сүңгіл. Суреттер қайда деп қарап отырды Фатих. Әй Сүңгіл, сенің ісің ғой. Бұл жолы оңайлықпен құтылмайсың, деді Фатих. Сен неге араласасың? Мен оның анасымын деп еді айқайлады Сабашқа. Я, сен оның туған анасысың, ал ол сені мүлде танымайды, деді Сабаш. Оның ата-анасы бар, ол олармен бақытты, ол оны қабылдай алмайды. Отбасымен сөйлесеміз.
әзірге Еда әпкесі боласың, деді Сабаш. Пойраз Едаға звондап кездесуіміз керек деп еді. Неге, бірдеңе болды ма, деді. Чынар қайтыс болды, чайханаға кел, сол жерде кездесеміз, деді Пойраз. Менің шұғыл шаруам шығып қалды, кетуім керек деп еді Еда. Жақсы, менің есептесетін бір есебім бар, деді Сабаш. Еда кетіп қалды. Сабаш Бахриге звондап өткендегі әңгімеміз аяқсыз қалды. Уақытыңыз болса, бүгін сізді бір жерге апарғым келеді. Бұдан кейін не істейтінімді көрсету үшін деп пышағын ұстап тұрды. Өзім барып алып кетем, деді. Жарайды, күтем, деп келісті Бахри. Мүмтаз Зұлқарға келіп, түнде қайда болдың деп сұрады. Қайнағамның сөз байласуы болды, сонда болдым, деді. Ал одан бұрын қайда болдың? Біреу қонақ үйде өрт дауылын қосқан, біреу камераларды өшірген, ал сырттағыны өшірмеген. Сен бізбен бірге барасың, деді Мүмтаз. Сенан Айшегүлге звондап, әкеме звондап едім, телефонын көтермейді. Достарыммен қыдырайын деп едім. Апай ауырып қалды, ерте шықтық, деді. Бүгін ата-аналар жиналысы болған жоқ па? Әкең де мектепке бармады ма, деп сұрап еді Айшегүл. Жоқ, деді Сенан. Сабаш Бахриді бір жерге әкелді. Ішке кірейік, сізге немен айналысатынымды көрсетем, деді. Айшагүл Бахриге звондап, әке, Пойраз бірдеңе бүлдіріп жүр, деді. Қай жердесің? Мен саған барам, деп еді. Айшагүл, мен шыққасын саған хабарласамын, мені алып кетерсің, деді. Зеки келіп, Невра ханым қайда, деді. Шынардың бөлмесінде, деді қызметші. Зеки барып көрейік деп жоғарыға көтерілді. Невра, ауырып қалдың, дәрілеріңді ішіп жазыласың, саған өзім қарайым, балам, деп Шынардың мәйтімен сөйлесіп отырды. Сүңгіл үйінен шығып келе жатыр еді. Фатих алдынан шығып, Садриддинге тұзақ құрыпты, оқ тиген, ауруханаға баруымыз керек деп алдап машинаға мінгізіп алып есікті кілттеп тастады. Неге есік кілттедің деп еді. Мені ойыншық қылуға жол бермеймін, деп алып кетті Сүңгілді. Сүңгіл есікті ашып шыға алмай қалды. Пойраз, бұл шабуыл сол ұйымның ісі, деді. Олар жиналып сөйлесіп отырғанда сен қыз айттырам деп едің ғой, деді Еда. Иә, ол шаруа бітті. Сен қызыңды не істедің деп сұрап еді. Сабаш бәрін реттеді, деді Еда. Ол кім деп еді. Бастығым, деді Еда. Оның аты Четин емес пе, деп еді Пойраз. Оның аты Сабаш Бүйреғұлы, деді Еда. Ол кеше біздің үйге келді ғой, Зафер Бүйреғұлға не қатысы бар, деп сұрады Садриддин. Оның ағасы ғой, деді Пойраз. Заферді өлтіргендерді бір-бірлеп өлтіріп жатыр, деді олар. Не болды деп түсінбей отырды Еда. Бахри әке Заферді өлтірді, деді Пойраз. Садриддин әкесіне звондап жатырды. Жалтырбас, әкеңе звондап жатырсың ба, деп еді. Иә, олар кеше кездеспекші еді, деді Садриддин. Сабаш пен Бахри сөйлесіп тұрды. Садриддин звондап, әке қайдасың, деп еді. Четин мырзамен бір қоймадамыз, деп теріс қарап сөйлеп тұрды. Әке, ол Четин емес, Сабаш Бүйреғұлы, сақ бол, деді Садриддин. Сабаш артында пышағын шығарып тұрды. Ол бұрылғанда Сабаш пышақты тығып алды. Садриддин, әке, не болды, деп еді. Ол үндемеді. Садриддин, бірдеңе болды, деді. Сабаш, ағама да осылай істегенсің, есіңде ме? Оның үстіне жанармай құйып өртеп жібергенсің. Ол жағында ұмытпайық, деп еді. Ағаң соған лайық болды, деді Бахри. Сен де лайықсың, деп Сабаш оны өртейін деп жатырды. Ағама сәлем айта бар, деді Сабаш. Есікті сыртынан жауып қарап тұрды. Бахри өрттің ішінде қалды. Сабаш кетіп қалды. Айшегүл келді. Ол әкесінің өрттің ортасында екенін көрді. Әке, әке, деп айқайлады. Көмектесіңдер, деп айқайлап еді. Ешкім болмады. Айшагүл, кет бұл жерден, деді Бахри. Әке, құтқарам, деді Айшегүл. Айшегүл есікті ашты. Пойраздар да келе жатырды. Ана жақта түтін шығып жатыр, деді Еда. Кет, өзіңді құтқар, менің жеткен жерім осы шығар, деп еді. Жоқ, сені тастамаймын, өлсек бірге өлеміз, деді Айшегүл. Пойраз да келді. Пойраз Айшегүлдің көлігін көріп, Айшегүл, деп жүгірді. Олар жерде жатырды. Пойраз, мен күте алмаймын, деп ішке кірді. Садриддин мен Жалтырбас Бахриді алып шықты. Мүмтаз, Зұлқарды әкеліп камераға түсіп қалыпсың, айт бәрін, деді. Камераға түссе содан неге қарамайсың, деді Зұлқар. Телефонмен сөйлесейін деп еді Зұлқар. Жоқ, деді Мүмтаз. Мелтеммен сөйлесейін, онсыз да есі кіресіле шығасылы уайымдап отырған шығар, деді Зұлқар. Мүмтаз телефон берді. Фатих Сүңгілді алып бара жатырды. Есің дұрыс па, мені құртасың, деп еді Сүңгіл. Құритын болсақ бірге құримыз, деді Фатих. Сүңгіл Фатихке түсіндіргісі келіп еді, ол тыңдамады. Сүңгіл рөлге жабысты. Бұның не, деп Фатих көлікті тоқтатты. Сүңгіл қашты. Фатих оны ұстап алып, қолын байлап көлікке салды. Достарына звондап Сүңгілді алып қаштым, үйге бара жатырмын, деп еді. Жындысың ба, ол әйелдің күйеуі мафия, бәрімізді құртат.
бұл жерге әкелме, біздің әмірдің үйіне апар, ол апасымен шетелге кетті, деді досы. Зұлпқар Мелтемге звондап, мені Мінтас ұстап отыр, кіре берістегі камераға түсіп қалыпсың деді деп еді. Ол мүмкін емес, мен барлық камераны қарадым, ол саған өтірік айтып отыр, деді Мелтем. Айшагүл есін жиды. Әкем қайда деп еді. Жақсы, операцияда, деді Пойраз. Көруім керек, деп Айшагүл орнынан тұрды. Мелтем Пойразға звондап, Зұлпқарды Мінтас ұстап отыр, Чынарды алып кеттік қой, сол үшін, деді. Мінтазға Пойраз звондап, Зұлпқар сенде екен, жағдай ауыр, Бахри мырзаны Сабаш Бероғұлы жаралады, Зұлпқарға да айт, ол білмейді шығар, деді. Мінтаз Зұлпқарға Бахри мырза жараланыпты, жағдайы ауыр деп еді, мені жібер, сосын өзім келемін сенің алдыңа, деді Зұлпқар. Мелтем звондап шықтың ба деп еді. Иә, мырза жараланыпты, ауруханаға бара жатырмын, бірдеңе біліп жатсам айтамын, деді Зұлпқар. Сабаш Невраға келді. Невра Чынардың мәйітімен сөйлесіп отырды. Садриддин Сабашты іздеп жатырды. Еда хабар күтіңдер, мен оны өзім табамын, деді де кетіп қалды. Айшагүлді саған әкелем, екеуің өмір бойы бірге өмір сүресіңдер, деп отырды Невра. Сабаш мырза келді, деді Зеки Невраға. Мынау ненің иісі, деп мұрнын жауып тұрды Сабаш. Мен сізбен қоштасуға келдім, кетіп бара жатырмын. Сізге көп рахмет мені шығарғаныңызға, деп еді Сабаш. Ағаңның өшін алмайсың ба, деп сұрады Невра. Ол шаруа бітті, деді Сабаш. Енді Еданы алып кеткім келеді, деп еді. Еда сенмен кетпейді, ол барлау ұйымынан ағаңды өлтіруге бұйрық бергендермен бірге істейді, деді Невра. Дәрігер шығып, ота сәтті өтті, деді. Оны көрсек бола ма, деп еді. Сәлден кейін палатаға шығарады, деді дәрігер. Еда Невра ханым, деп келді. Невра Чынармен сөйлесіп отырды. Четин мырзамен хабарласа алмадым, осында ма деп келдім, деп еді. Жоқ, жаңа ғана кетіп қалды. Балам, екеумізді оңаша қалдыр, деді Невра. Еда кетіп бара жатырғанда сізге бір маңызды жаңалығым бар, деп Зеки келді. Еда оларды тыңдап тұрды. Ұйымдағылар Невра ханым бұл істі бір жақты етем дегені қайда, деп жатыр. Ертең түсте мейрамханада кездеспекші, деп еді Зеки. Ту, енді баламен бір оңаша қалға алмайтын болдым ғой, деп айқайлады Невра. Жарайды, кездесеміз, деді Невра. Едаға Сабаш звондап, кездесуіміз керек, қонақ үйге кел, деді. Жарайды, деп телефон тастады Еда. Бахриді палатаға шығарды. Бәрі ішке кірді. Ол жақсымын, деді. Сүңгіл қайда, деп бәрі Сүңгілді іздеп кетті. Олмен хабарласа алмай отырмын, телефоным сынып, жаңа телефон алып едім, номері жоқ, деп еді Садриддин. Жаңа телефонға істеп беремін, деді Мелтем. Номерді, хабарламаларды да кері жүктедім, деді. Де телефонын берді Мелтем. Садриддин Фатихтың жіберген суретін көріп қалды. Садриддин Умранға звондап Сүңгілді сұрап еді. Ол таңертең Фатихпен кетіп қалды, деді. Бахри мырза қалай, деп еді. Жақсы, қорқатын ештеңе жоқ, деп телефон тастады Садриддин. Фатих Сүңгілді әкелді. Садриддин маған хабарласпайды дейсің бе, деп еді. Сүңгіл хабарлассын, білсін, біз бірімізді сүйеміз ғой, деп айқайлады ол. Садриддин Фатихке звондап еді. Ол Сүңгілдің аузын жауып, екеуміз қашты, бір-бірімізді сүйеміз, деді Фатих. Садриддин ашуланды. Екеуіңді де өлтіремін, деді. Пораздар Сабашты барып өлтіреміз, деп, сосын менің тағы 2 адамым бар, деді Садриддин. Еда қаруын дайындап Сабашты күтіп тұрды. Сабаш радиодан Бахридің тірі ауруханада екенін естіді. Ол өрттен қалай шықты, деп ол ауруханаға кетті. Еда звондап, қайдасың, деп еді. Шаруам шығып қалды, бір досым ауруханада, соған кіріп шығайын, деді. Жарайды, күте тұрайын, деді Еда. Пойразға звондап, Сабаш Бахри мырзаның тірі екенін біліп қалыпты, ауруханаға бара жатыр, деді. Пойраз жалтырбасқа, дереу ауруханаға барамыз, кері бұрыл, Сабаш сол жаққа бара жатыр, деді. Сабаш қаруын алып ауруханаға кірді. Жолындағыларды атты. Тіркеудегі қыздан Бахри Оманның палатасын іздеп жүрмін, деді. Ол қыз айтты, оны да өлтіріп кетті. Айшагүл қарудың даусын естіп, не болып қалды, деп орнынан тұрды. Сабаш көтеріліп келе жатырды. Пойраздар да келді. Әлгі келіпті, деп олар жүгіріп ішке кірді. Сабаш палатаға кірді. Бахри іште болмай шықты. Орнына жастықтарды қойып кеткен. Ол іздеп жүрді. Айшагүл мен Диспина Бахриді МРТ кабинетіне әкеліп есікті кілттеп алды. Сабаш іздеп жүрді. Пойраздар палатаға келіп, жоқ екенін көріп, әйтеуір іште жоқ екен, деп Айшагүлге звондады. Қайдасыңдар, деп еді. МРТ бөлмесінде, деді Айшагүл. Ол қай жерде, деп еді. Бір қабат төменде, деді Айшагүл. Сабаш естіп тұрды. Есікті жұлқылады. Есікті атып ашайын деп жатырды. Бахри есікке қарай бара жатырды. Айшагүл мен Диспина оны ұстап еді, оларды тыңдамады. Сабаш есікті ашып ішке кірді. Әйелім мен қызыма тиіспе, өлтірсең мені өлтір, деді Бахри. Ол қаруды Бахридің басына тақап тұр еді. Пойраздар артынан келіп оны атты. Әлгі сұмырайды ұстадыңдар ма, деп Еда да келді. Мені сатып жібердің ғой. Иә, бір-бірімізді енді ұнатып жатыр едік, деді Сабаш Едаға.
бәрі қаруларын Сабашқа кезеп атты. Садриддин Фатихтың үйіне келді. Достары не істерін білмей тұрғанда ол есікті бұзып ашты. «Қайда олар? Айт!» деп айқайлады Садриддин. «Аға, ештеңе істемеші» деп олар мекен-жайын айтты. Садриддин екеуін байлап телефондарын алды. «Фатихке хабар беретін болсаңдар, алдымен Фатихты, сосын қайтып келіп екеуіңді өлтірем» деп кетіп қалды. Сабаш кетті. Енді ұйым мүшелері, сосын Невра бар деп еді Пойрас. «Мен кеше Невраға бардым. Зеки ұйымдағылар мейрамханада кездесетіндерін айтты». Невра қайтадан олармен бірге деді еді. «Мейрамхананың мекен-жайын жіберші» деді Пойрас. «Фатих, кеттік» деді Сүңгілге. «Ешқайда бармаймын» деп еді. «Онда үйіңе бар, Садриддин өлтірсін» деді Фатих. Садриддин келді, терезеден қарап жүрді, ішке кірді. «Сүңгіл, болшы, енді кешігеміз» деп жатырды Фатих. «Мен сені иттің етінен жек көрем» деді Сүңгіл. «Мен сені сүйем, сен де мені сүйесің» деп жатырды Фатих. «Жоқ, мен күйеуімді сүйем, сен шала бүлініп жүрсің» деді Сүңгіл. «Садриддиннен қорқасың, бірақ ол мұнда жоқ, тек екеуміз жетер енді» деп Сүңгілді алып шығып келе жатыр еді. Садриддин алдарында тұрды. «Фатих, қайда кетіп бара жатырсың, бауырым?» деді Садриддин. «Аға, бізге жол бер, кетейік» деді Фатих. Сүңгілге қару тақады. «Не істемекшісің, Фатих, Сүңгілді өлтірмекшісің бе?» деп еді. «Қажет болса өлтірем, мендік болмаса» деді Фатих. «Сені қалай өлтірсем екен, Фатих?» деп тұрды Садриддин. «Қойшы енді аға, болды, бізге енді кедергі жасама» деп Фатих қаруды Садриддинге кезеп тұрды. Садриддин «Сүңгіл, былай тұр» деп оны атып жіберді. Пойразға бір адам қару алып келді. «Сүңгіл, Садриддин бәрін түсіндірем» деп еді. «Қызық, бірақ мен саған сеніп тұрмын» деді Садриддин. «Кетейік» деп еді Садриддин. «Солай бола ма екен?» деді Сүңгіл.